Бір жігіт досымен шөл далада кетіп бара жатты. Бір кезде екеуі бір нәрсеге жанжалдасып қалды да, жігіт досының бетіне шудырақпен бір ұрды. Досының жаны ауырды, бірақ ол үндемеді. Үнсіз ғана құмға «Бүгін маған ең жақын досым шудырық жұмсады» деп жазып қойды. Екеуі ары қарай жолдарын жалғастырды. Біраз жол жүргенде оларға бір көл кездесті. Екеуі көлге шомылып алмақ болды. Жігіттің досы абайсызда суға батып кете жаздады. Бірақ жігіт оны құтқарып қалды. Досы есін жиған соң бір тасты тауып, оған мына сөздерді қашап жазды. «Бүгін ең жақын досым мені өлімнен құтқарып қалды». Жігіт досынан «Мен сен ұрғанымда құмға жазған едің, ал енді құтқарып қалғанымда тасқа жазып жатсың. Мұның мәні неде?» деп сұрады. Сонда досы тұрып: «Бізді біреу ренжіткенде, біз оны құмға жазуымыз керек. Ренішті жел өшіріп кетеді. Ал бізге жақсылық жасағандарды тасқа қашап жазуымыз керек. Оны ешқандай дауыл өшіре алмайды. Адамның саған жасаған жамандықтарын ұмытып кету керек, ал жақсылығын мәңгі есте сақтау қажет. Ұмыту керек дегеніме қосылмайтындар да болар бәлкім. Бір жақты қарасаңыз, сіздікі дұрыс секілді. Ал екінші жағынан сырттай қарайтын болсаңыз, өзіне қажетсіз, керексіз болған бір ауыр затты көтеріп жүрген жанды көз алдыңызға елестетіңізші. Қалай ойлайсыз? Әлгі адам қиналып ауыр затты көтеріп жүре берген дұрыс па? Әлде өз салмағын ғана көтеріп, емін-еркін қиналмай жүргені дұрыс па? Мен өкпе ренішті осылай елестетем.